Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Міне біздің кітапханаға жаңадан кітаптар көбімен толығуда, жыл басынан бері біраз кітаптар толығып жатыр. Міне осы соңғы келген жаңа кітаптар легімен сіздерді таныстырып өтпекшімін. Қазақ газеті кітабы аты айтып тұрғандай 1913-1918 жылдар аралығында Қазақ газеті Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсынұлының басшылығымен шыға бастаған болатын. Сол газетте ұлтымыздың сол кездегі тұрмыс тіршілігі, жағдайы, ішкі сыртқы саяси жағдайы, діни мәселелері, мәдениеті, ағарту, білім жағдайы, соның бәрі осы газетте жазылған болатын. Сол газеттегі барлық мақалалар осы Қазақ газетінде топтастырылып шығарылды. Яғни бұл газеттің бізде 1913, 1914 және 1915 жылдарға арналған легі келіп түсті.